Сәлем достар баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында осындай керемет сүзбелі бәліш жасайтын боламыз. Бәліштеріміз өте дәмді болып шықты, өте нәзік болып шықты. Менімен бірге болыңыздар, видеомды соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға сары майымызды саламыз. Үстіне қант ұнтағын саламыз. Және алдын ала дайындап қойған електен өткізіп ұнымызды саламыз. Жақсылап осы қоспаларды араластырып, крошке жасайтын боламыз. Крошкаларымыз дайын болған соң, ас қасықпенен бір қасық қаймақ саламыз. Және алдын ала дайындап қойған жұмыртқамыздың екі сары уызын салатын боламыз. Ағы мен сарысын ажыратып алыңыздар. Және бір шай қасықпенен қопсытқыш саламыз. Жақсылап қолымыздың көмегіменен қамыр илейміз. Қамырларымыз жұмсақ қамыр болып шығады, бірақ қолға жабыспайтын қамыр болып шығады. Міне дәл осындай болып шығады. Дайын болған қамырды салмасын дайындағанша пакетке салып холодильникке қалдырып қойыңыздар. Енді жұмыртқамыздың ағын салып, шым-шым тұзымызды саламыз. Миксердің көмегіменен 2 еселенгенше жақсылап араластыратын боламыз. Аппақ болып көпіреді. Міне осылай ыдыстарыңызды төңкергенде түспейтін болады. Бір шетке қалдырып қойыңыздар. Енді творогымызды дайындайтын боламыз. Алдын ала дайындап алған творогымызды аламыз. Бір жұмыртқамызды саламыз. Қантымызды саламыз. Қаймағымызды саламыз. Барлығын жақсылап блендердің көмегімен бір келкі болғанша езіп алатын боламыз. Шаншықмен де езіп алсаңыздар болады. Бір келкі болып шықса болды қыздар. Толық рецепті төменде описанияға қалдырып кеттім. Сол жерден көбейтіп, азайтып жасай берсеңіздер болады. Міне осындай әдемі масса шықты. Осы дайын болған массамызға жаңа дайындап қойған жұмыртқамыздың ағынан осы пенкамызды салып, бір келкі етіп, жақсылап араластырып аламыз. Міне осындай силиконды күрекшемен араластырсаңыздар, бір шетінен араластырсаңыздар, өте жақсы болып шығады. Енді пештеріңізді қыздырып қойыңыздар, 180 градусқа. Пакеттен қамырларымызды алып, шетіне дейін жайып противеніміздің. Менде противеннің диаметрі 24. Шетіне дейін бортик жасап, қолымыздың көмегімен қамырымызды икемдеп жайып алатын боламыз. Дайын болған тестамыздың үстінен осылай шаншқының көмегімен барлық жеріне тезіп шығамыз. Қамырларымыз көтеріліп кетпеу үшін бір келкі етіп тесіп аламыз. Дайын болды, енді үстіне творожный массамызды саламыз. Барлық жеріне жететіндей етіп, күрекшенің көмегімен жайып шығамыз. Дәл осындай қыздар, өздеріңіз көріп тұрғандай, барлық жеріне дейін жайып шығасыздар, тегістеп. Алдын ала құлпынайын турап дайындап қойдым. Барлық жеріне бетіне сүйіп шығамыз. Крахмалға ұнатып алсаңыздар да болады. Міндетті емес бірақ қыздар. Ерекше дәм береді. Басқа да қалаған жемістеріңізді сала берсеңіздер болады. Осылай 1-2 рет ұрғылап жібересіздер. Қызып тұрған пешке 30 минут, 35 минут пісіріп аласыздар. Міне дайын болып шықты. Өте нәзік, дәмді. Сіздерге ұнап жатса, төменде комментарий жазып кетіңіздер. Қазақша контентті қолдап кетіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.